Сәлем әлем. Бүгін бізде Pythonға кіріспе бөлім. Бүгінгі біздің бөлімімізде айнымалармен жұмыс, шарт операторлар және алғашқы программаны жасайтын боламыз. Мен өзім Visual Studio Code редакторын пайдаланамын. Оның туралы установка және тағы да басқа нәрселерін не гайд видеоларды описаниедағы төмендегі сілтемеге тастап кететін боламын. Соныменен алғашқы файлымызды создать етейік. Файл создать үшін new файл, кейін main.py және алғашқы программамыз жазайық. Print hello world. Алғашқы программамызды запускать ету үшін терминал, жаңа терминал, Python және біздің файлымыздың аты. Және бізге консольға hello world деген сөзіміз шығады. Hello world дегеніміз, print дегеніміз экранға шығару, hello world деген осы бір шығатын мән. Айнымалыларға келетін болсақ, айнымалылар бүтін типті және бөлшек типті болады. 3.14 так, A емес, B болсын. B айнымалысы 3.14. С айнымалысы бізде белгілі бір сөз болсын, алма болсын. Мысал ретінде D бізде белгілі бір әріп болсын. Әріп E әріпі болсын. Және де соңғы типіміз қалды. E айнымалысы бізде true, яғни boolean типінде. Boolean дегеніміз ақиқат немесе жалған деген мәндерді қабылдайды. Енді осылардың барлығын консольға кезек-кезегімен шығарайық. Кезек-кезекпен шығару үшін print A, print B және солай секілді шығаратын боламыз. Оларды шығарған кезде қазір белгілі бір нәрсені заңдылықты байқайтын боласыздар. Қазір көрсетемін. Так, қараңыздар. Бұның барлық кодымызды запускать етейік. Қайтадан Python main.py. Хорошо. Және олардың барлығы кезек-кезегімен проверкалы шығар болады. Барлығы өз мәндерімен шықты. Яғни бізде print дегеніміз айнымалыларды да экранға, яғни консольға шығарылады екен. Консольді Python деп жазу үшін жоғары кнопкасын басасыз, батырмасын басасыз, Enter басасыз, және де ол келесі кезекте жұмыс жасай беретін болады. Қараңыздар, енді так, мына бір принттардың барлығын кетіріп тастайық. Тек қана жалғыз принт жасайық. Print A, B, C, D, так, D және D. Бұлардың барлығы арасына пробел қойып шығатын болады. Бірақ түрлері көрінбейтін болады. Қараңыздар. Мына жерде 5, 3.14, алма, E және true деп шықты. Енді айнымалармен жұмыс жасап көрейік. Мысал ретінде айнымалысы 15 деген мән қабылдасын. B айнымалысы 12 болсын. Жақсы, 12 болсын. Сосын біз екеуін қосып шығарайық консольға. Ол үшін A плюс B. Кодымызды запускать етеміз. Және 27 деген мән шығарып береді. Шыменде қосындысы 27. Сонымен қатар С айнымалысы болсын. С айнымалысы 3.14. Және олардың барлықтарын қосындысын былай шығарасыздар. A плюс B плюс С. Ол бізде үшеуін мән қосады. Қараңыздар. 30.14. 27-ге 3.14 30.14. Бізде айнымалыны консольдан алып көрейік. Қараңыз. Консольдан айнымалыны алып көрейік. A айнымалысын енгізіңіз деп жазайық. Хорошо. Және де print A дейміз. Яғни айнымалыны консольдан алғанымызды консольға қайтадан шығарамыз. A айнымалысы мысалға 456 болсын. Int дегеніміз бүтін бөлшекті түрде мәнді алатын болады. Қараңыздар, келесі. Мысал ретінде бізде A сөзі алма болсын. A айнымалымыз алма деген мәнде болсын. B айнымалымыз 123 бола салсын. Жақсы. Енді қараңыздар, print A плюс B. Қараңыздар, кодымызды запускать етейік. Бізде traceback шығады, яғни конкатенацияны тек қана string, яғни былай айтқанда сөзге санды қосуға болмайды деген мағына білдіреді. Хорошо. Бірақ бізде бүтін бөлшек санға
бүтін санды қоссақ болады. Хорошо? А емес, бұның айнымалы аты б бола салсын. Б бола салсын. Енді осыларды запускать етіп көрейік. Print a плюс b. Бұл кезде бізде 8,14 шығады. Яғни int типіне float типін қосса болады. Енді сол типтарды, айнымалыларды біз қалай ала аламыз? Int деген бізде бүтін бөлшекті сан аламыз. Float деген бөлшек сан. Және де str деген бізде string типінде, яғни сөз, сан, сөз, әріп, тағы басқа. Және бұл бізде boolean типте алады. Енді қараңыздар. Осылардың барлығын біз A, B, C, D деп қояйық, қараңыздар. Бұл бізде map дегенмен жұмыс жасайды. Map дегеніміз белгілі бір объекттегі мәндерді қазір A мәнін алғашқы жазылған мәнді A-ға береді, келесі жазылған мәнді B-ға береді, келесі жазылған мәнді C-ға береді, және сол сияқты. Енді қараңыздар. Осылардың барлығын белгілі бір типі str болсын, str болсын. Және де оларды input арқылы енгіземіз. Және енгізіп болғаннан кейін inputты split дегеніміз бөліп алу деген мағына береді. Немен бөліп аламыз? Пробелмен бөліп аламыз, Если ішіне ештеңе жазбасаңыздар болады, бұл сол пробелмен бөліп аламыз деген мағына білдіреді. Хорошо? Және де біз print a, b, c деп шығарайық. Бұл болашақта сіздерге айнымалыларды тез енгізуге мүмкіндік береді. Мысал ретінде сізде белгілі бір үлкен код блогы болатын болса, сіз оны осылай жеңілдете аласыз. Хорошо? Так, жасап көрейік. Енді қараңыздар, 4, 5, 6, 7 дейміз да. Олардың мәні осылай қатар-қатар шығып береді. Хорошо? Бұлардың барлығы str типті. Бұлған, если мынандай сізге ұнамайтын болса, int input дейсіз да, ала бересіз. Қалған мәнісі ала бересіз. B дейсіз да, мысалға str типінде аласыз. Input жасайсыз. Осының аналогы болды ма деген. Хорошо? Енді қараңыздар, біздің келесі бөлімімізге көшейік. Ол бізде шарт оператор. Шарт оператор бізде if, elif, else деген конструкциямен құралады. Хорошо? Енді қараңыз. If дегеніміз бізде не істейді? If деген белгілі бір шартқа тексеретін болады. Мысал ретінде біздің консольдан енгізілетін бүтін типті айнымалымыз болсын. A деген айнымалыны осылай енгізіп алайық. Хорошо? Және айтайық, егер A үлкен болатын болса 5-тен дейік. A үлкен болатын болса 5-тен, print A үлкен 5-тен. A үлкен 5-тен. Хорошо? Elif бізде мынандай шарт тексеру бар. A тең болатын болса 5-ке деген мағына. Тең деген мағына бұл тең болады ма деген мағына. Хорошо? Print A тең 5-ке. A тең 5-ке. Және else, else дегеніміз осы шарттардың барлығы орындалмаған, қанағаттандырылмаған кезде орындалады. Print A кіші 5-тен. Хорошо? A кіші 5-тен. A кіші 5-тен. Не кодымызды запускать етіп керек. Так, кодымызды запускать етіп керек. Clear дегеніміз консольді тазалау. Python main.py. A дейді. A мәні мысал ретінде 45 болсын. A үлкен 5-тен шығарып берді. Мысал ретінде 4 болсын. A кіші 5-тен. Немесе A тең болсын 5-ке, A тең 5-ке. Вот осылай бізде шартты оператор орындалатын болады. Енді қараңыздар, бізде мынандай бір программа жасап көрейік. Мысал ретінде бізде қонақтар деген бір айнымалы болсын. Бұл задача, бұл белгілі бір задача. Қараңыздар, қонақтар саны тек. Қонақтар саны. Хорошо? Қонақтар саны. Бұл бізде не істейді? Бұл задачада бізде қандай задача берді? Мысал ретінде Алмас деген баланың үйіне қонақтар келді.
оның үйінде белгілі бір торт бар, айтады, если екі адам келген болса, тортты бір бөлікке бөлеміз. Сонда әрбір адам теңдей бөліге алады. Мысалы ретінде 4 адам келетін болса, 2 рет плюс қылып бөлеміз, 4 адам теңдей бөліге алады. Егер адам бір алмастың өзі ғана туған күнде болатын болса, яғни қонақтар келмеген жағдайда, ол тортты өзі жейді, яғни ол тортты бөліп қажет емес. Сонда біз осындай задачаны шешу жолын көретін боламыз. Яғни қараңыздар, бұндай задачаға бізде шартты оператор өте қатты көмектеседі. Қонақтар. Қонақтар саны тең болса нөлге. Тең болса нөлге біз не істейміз? Print 0. Біз вообще тортымызды бөлмейміз. Else. Мынаны алып тастайын. If. То есть if. Немесе қонақтар келген кезде, қонақтар келді, бірақ олардың саны жұп сан болса, яғни жұп сандыққа біз бөлу 2% дегеніміз қалдыққа тексереді. Яғни 2-ге бөлгендегі қалдығы 0-ге тең бе деген мағына білдіреді. Print ол кезде істейміз, қонақтардың мәнін бөлеміз 2-ге, немесе бөлу 2. Айырмашылық жоқ. Бұл жерде просто бөле саламыз. Енді қараңыздар, else, яғни қонақтар келеді, бірақ тақ болады. Мысалға 3 адам болады. Сіз оны қалай бөлесіз? 3 кусокқа теңдей бөлесіз. Сол кезде просто қонақтардың санын өзін шығарасыз. Яғни бізге 3 қонақ келетін болса, 3 қонаққа просто осылай шығарып береміз. Енді біз бүйтейік. Бөлікке бөлеміз дей салайық. Бөлеміз. Яғни бұлай да жасаса болады. Бөлікке бөлеміз. Бұл жерде бөлікке бөлеміз дейік. Хорошо. Бөлікке бөлеміз. Бұл жерде бөлікке бөліп қажет емес. Яғни бөлікке бөліп қажет емес. Хорошо. Енді біздің кодымызды запускать етіп көрейік. Так, қайтадан консоль тазалайық. И кодымызды запускать етейік. Қараңыздар, main.py қонақтардың саны мысалға 4 қонақ келсін. 2 бөлікке бөлеміз. 2.0. Мына жерде бөлу бұл бөлген кезде бүтін типке түрлендіреді. Қараймыз, қайтадан көрейік. 4 и 2 бөлікке бөлеміз деп шығып береді. Хорошо. Осыны біліп жүрейік. Яғни бұл қалдығын алып тастайды. Яғни мысал ретінде бұл жерде мысал ретінде 3-ке бөле салайық. Мысал ретінде сіздерге көрсетіп жатырмын. Мысал ретінде қонақтар саны 4 болсын, 3 бөлікке бөлеміз. Яғни тек қана бүтін бөлігін алады. Негізі 4 3-ке бөлгенде 1,3 деп кете береді, но оның тек қана бүтін бөлігін алады. Сол секілді мынандай код блогы жұмыс жасайды. Хорошо. Енді қараңыздар. Мысал ретінде вообще қонақ келмесін, қонақтар саны жоқ вообще 0. 0 бөлікке бөліп қажет емес дейді. Демесе, қонақтар саны тақсан болса, 5 бөлікке бөлеміз. Яғни 360 градусты 5-ке бөлеміз. Ол бізде 72 градус. Так, біз программисттерміз, сондықтан біз былай бөле салайық. Print 360 бөлу 5. Яғни біз 72 градустан бөлеміз, вроде. Да, 72 градус. Осылай біздің код блогын жасайды. Осыменен сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта Python туралы жаңа видеолар көптеп шығатын болады.